ағайындар, жалпы айтылған нәрселердің бәрін қабылдап отырмыз. Шынында да көші-қон мәселесінің төңірегінде үлкен проблемалар бар. Әсіресе соңғы жылдары бұл саябырлап қалғаны бұл ашық нәрсе. Мемлекет дейтін бір бюрократиялық аппараттардан тұрады ғой. Осы бюрократиялық аппараттың үлкендігі сол нәрсенің жаңағы суып қалуына себепші болды ғой деп ойлаймын. Мысалы, президент осыншама министрлік бар, қауымдастық бар, солар ұйымдар бар деп солар шешіп жатқан шығар деп ойлайды. Ал бұл жақтағылар жаңағы сол бір-біріне сілтеп айналып келгенде оның ішіміздегі бюрократиялық аппарат жаңағы парашу, азаматтығы жоқ, тек қалтасының толғанын ойлайтын бізде аппарат дейтін қазір аяғын жүре алмайсыз осы аппараттардан. Біздің өзіміздің көзіміз көрген, зарлап жүрген оралмандар, зарлап жүреді. Милицияны төңіректеп, көші-қон полициясын төңіректеп зарлап жүреді. Мінекей бұл біздің көші-қон саясатымыздың үлкен кемшілігі деп ойлаймын. Жағдай жасамау, кейбір елдер ұшақтан түскен моментінде паспортын қолына береді. Жаңағы болашақ азаматтарының. Ал біз болсақ, осыны арқаны кең тұсауға салып, осы көші-қонға деген ынтаны суытып алдық. Жаңағы Монғолиядан келгендердің қайтып көшуі болды, Қытайдан келгендердің қайтып көшуін айтып жатырсыздар. Бұл шыннан да мынау қазақ деген халықтың әсіресе соңғы 30-40 жылдың ішінде дінінен айырылуы, тілінен айырылуы, ділінен айырылуы, сөйтіп деградацияға ұшырауының бұл көрінісі оралмандарды қабылдауда да көрінді деп ойлаймын. Яғни біз шын қазақтың азаматы ретінде бұл мәселені тура өз дәрежесінде жүргізе алмай отырғанымыз сол бүкіл халықтың бойына сіңген, жаңағы советтік заманда сіңген дінсіздік, тілсіздік, ұлтсыздық айналып келгенде қаттық мінекей сол көп нәрсені құрттық деп болады. Өйткені оралмандар проблемасы шынын айтқанда қазақтың негізгі проблемасы қазіргі жағдайдағы. Негізгі проблемасы. Тіл, демографиялық жаттығымыз, саяси жағдайдағы қазақтың ашшылығы, бәрі сол біздің аздығымызға байланысты болып тұр. Өзбекстанда қазақтар біреуі қытайланып, біреуі орыстанып, біреуі өзбектеніп бара жатыр. Енді тарих бізге 10 жылдай ғана мүмкіндік беріп отыр. Егер де 10 жылдың ішінде біз аяқ қолымызды жинап осыларды көшіре алмайтын болсақ, ары қарай сол қазақтардың өзі Қазақстанның керек болмай қалуы мүмкін. Өйткені мектептерінде сол тілде оқыған балалар ана тілі Қытай біледі, ана тілі орыс тілі біледі, ана тілі өзбек тілі біледі, қазақ тілі дегенді ұмытады. Сонымен оларға Қазақстанды керек